Сәлем достар, бүгін мен денсаулыққа 365 күн атты челленджімнің 43-ші күні. Күн жексенбі, аспан бұлтты, күн салқын болып тұр. Күн тамаша. Бүгінгі таңда менің давлением 122/89 деген мәнді көрсетіп тұр. Өте жақсы көрсеткіш, альхамдулилля. Ақырындап дұрыс әдеттерді қалыптастыру арқылы, дұрыс тамақтану арқылы, қозғалыс арқылы денсаулығым жақсарып келе жатқан сияқты. Альхамдулилля. Кешеден бастап қарбыз жей бастадық. Қарбыздың пісетін уақыты болды. Өте дәмді болды кеше. Енді август-сентябрь айлары бойы қарбыз жеу арқылы сол ағзамызды витаминдерге толықтырып, тазартып, барлық токсиндерден денсаулығымызды жөндейміз, Аллах берді. Қарбыздың өте көп пайдасы бар екен. Витамин С құрамында бар екен, ол иммунитетті күшейтеді. Витамин А көздің көруін жақсартады. 90% судан тұратындықтан ағзаға қажетті су мөлшерімен қамтамасыз етеді. Калий, магний сияқты витаминдерге бай екен. В тобындағы витаминдерге бай екен. Ағзаны токсиндерден қорғайды, тазартады, тұздардан тазартады. Аллах берді, бүйректің жұмысын жақсартады. Осындай табиғи, өзі піскен, өзі өскен жеміс жидектерді қабылдау арқылы ағзамызды витаминдермен қамтамасыз етіп, тазартып алу керек қыс келгенге дейін. Денсаулықтарыңызға мән беріңіздер. Әркімге өзіне аманат. Әрдайым тексеріп, тексерістерден өтіп, витаминдерді қабылдау арқылы, дұрыс тамақтану арқылы денсаулықтарымызды жөндейік. Аллах берді, бәрі жақсылыққа болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін.